Biz bilemiz. Ömürde qanday sonlar var ekanini aytdik. Eng birinchi odamzod paydo bo'lganda qanday sonlar paydo bo'ldi dedim. Natural sonlar, dұрыс айтады. Sodan kelib sondардың түрлері пайда болды. Теріс сондар, оң сондар біз оқып жатырмыз қазір, иә? Содан кейін қарама-қарсы сондар, бүтін сондар. Соның бәрі бірігіп, рационал сондарға келіп тоқталады. Дұрыс айтады. 5-ті 3-ке қостың не, 3-ті 5-ке қостың не, бәрібір 8 болады. 5 деген санның 0-мен қосылысы. Сол санның өзі болады. Қарама-қарсы сондардың қосындысы. -5 + 5 тең 0. Дұрыс па болады? Қанша градус болды, соны есептеп әкеліп қоясың. Иә? -6 - -5 - 1 дұрыс біреуін ал. Тақтаға есеп шығарамыз. Кішкене 9 жасап, дұрыс. Дұрыс па? Енді менде балалар мынандай сөз жұмбақ бар. Рационал сан бүгінгі тақырыбымыз, иә? Соның әрқайсысына мен сұрақ беремін. Бірінші сан шеңбердің элементі. 8 қандай сан? 8 деген сан жазу. Басқаша қалай жазу болады? Бүтін сан, сөйін қалай жазасың? Дұрыс, иә балалар? Аралас сан, дұрыс па? Шеңберді сіз атын құрал. Циркульге дұрыс па балалар? Ұзындықтың өлшем бірлігі көп. Қандай өлшем бірлігі бар ұзындық? Километр тағы? Сантиметр тағы? Дециметр, метр. Мынаның қайсысы сәйкес келеді? Километр. 2 орынды ең кіші сан. 10 дейді, дұрыс, иә? Суға керамал. Азайтын, дұрыс, иә балалар? Бүтін сан, бөлшек сан, барлығы да бар онда. Бұл қандай сан айтыңдаршы, оң теріс сан бәрі осында. Дұрыс айтады? Рационал сан. Иә? Біз айтып отырмыз, рационал деген бәрінің кіреді. 20 қандай сан болады? Оң сан, мұнда оң деп жазды. Оң сан. Оң сан дұрыс. -+20 қандай сан болады? Теріс. -20 + 20 қарама-қарсы сан деп жазайық, иә?